Дыбыс айналамыздағы маңызды құбылыс. Адамдар дыбыс арқылы бір-бірімен сөйлеседі. Қоңырау соғылғанда оның дыбысы ауаға таралады. Біздің құлағымыз сол дыбысты естиді. Дыбыс толқын түрінде қозғалады. Барабанды ұрғанда қатты дыбыс шығады. Дыбыс жан-жаққа таралады. Дыбыс толқындары ауаның ішінде қозғалады. Біз дыбысты құлағымызбен қабылдаймыз. Қатты дыбыс алыстан жақсы естіледі. Құстардың дауысы табиғаттағы әдемі дыбысқа жатады. Құстың үні ауа арқылы таралады. Балалар құстың дауысын тыңдай алады. Табиғатта әртүрлі дыбыстар болады. Дыбыс адамдарға ақпарат береді. Адам сөйлеген кезде дыбыс пайда болады. Дыбыс ауаның ішінде таралады. Екінші адам сол дыбысты естиді. Дыбыс болмаса адамдар сөйлесе алмайды. Дыбыс адамдарды байланыстырады. Қол шапалақтағанда дыбыс шығады. Бұл дыбыс тез таралады. Жақын тұрған адамдар оны анық естиді. Дыбыс толқындары көзге көрінбейді. Бірақ біз оны құлағымызбен сеземіз. Музыкалық аспаптар дыбыс шығарады. Гитараның үні әдемі естіледі. Музыкада дыбысқа жатады. Әртүрлі аспаптар әртүрлі дыбыс шығарады. Дыбыс көңіл күйді көтереді. Суға тас тастаса толқын пайда болады. Дыбыста толқын сияқты таралады. Толқындар бір жерден екінші жерге қозғалады. Дыбыс барлық бағытқа тарай алады. Бұл дыбыстың негізгі қасиеті. Телефон шырылдағанда дыбыс естіледі. Адамдар сол арқылы хабарлады. Дыбыс ауа арқылы құлаққа жетеді. Телефон дыбысы адамдарды ескертеді. Күнделікті өмірде дыбыс өте маңызды. Жаңғырық дыбыстың қайта оралуы. Дыбыс тауға немесе қабырғаға соғылады. Содан кейін қайта естіледі. Бұл құбылыс жаңғырық деп аталады. Жаңғырықты табиғатта жиі байқауға болады. Поезд жүргенде қатты дыбыс шығады. Қатты дыбыс алысқа таралады. Әлсіз дыбыс жақын жерден ғана естіледі. Әр дыбыстың күші әртүрлі болады. Қатты дыбыстан құлақты қорғау керек. Сыбыр әлсіз дыбыс түрі. Сыбырлаған сөзді жақын адам ғана естиді. Әлсіз дыбыс алысқа таралмайды. Дыбыстың қатты және жай түрлері болады. Адамдар дыбысты әртүрлі деңгейде шығарады. Найзағай кезінде күн күркірейді. Бұл табиғаттағы күшті дыбыс. Найзағай дыбысы өте алысқа жетеді. Адамдар оны құлағымен анық естиді. Табиғатта көптеген дыбыстар кездеседі. Өте қатты дыбыс құлаққа зиян болуы мүмкін. Сондықтан қатты шудан сақтану керек. Адам құлағы дыбысты естуге арналған. Құлақты күту денсаулық үшін маңызды. Тыныш орта адамға пайдалы. Музыкалық аспаптардың дыбыстары әртүрлі болады. Барабан қатты дыбыс шығарады. Қоңырау сыңғырлаған дыбыс береді. Сыбызғының үні жұмсақ естіледі. Барлық аспап дыбыс арқылы музыка жасайды. Дыбыс тек ауада ғана таралмайды. Ол суда да тарай алады. Қатты денелердің ішінде де дыбыс қозғалады. Кейбір ортада дыбыс тез таралады. Дыбыс таралу үшін орта қажет. Судың астында да дыбыс болады. Балықтар судағы қозғалысты сезеді. Су ішінде дыбыс жақсы таралады. Адамдар су астындағы дыбысты арнайы құралмен тыңдайды. Табиғаттағы барлық ортада дыбыс кездеседі. Темір сияқты қатты денелер дыбысты өткізеді. Рельс арқылы дыбыс тез таралады. Сондықтан пойыздың дыбысын ерте естуге болады. Қатты денелерде дыбыс жақсы қозғалады. Бұл тәжірибе арқылы дәлелденеді. Мектеп ауласында көптеген дыбыстар естіледі. Құстар ән айтады. Желдің дыбысы шығады. Қоңырау соғылғанда балалар естиді. Айналамыз дыбысқа толы болады. Ғалымдар дыбысты зерттейді. Олар дыбыс толқындарын бақылайды. Дыбыстың қалай таралатынын түсіндіреді. Балалар да тәжірибе арқылы үйрене алады. Ғылым бізге табиғатты тануға көмектеседі. Дыбыс табиғаттың маңызды бөлігі. Ол адамдарға естуге көмектеседі. Дыбыс арқылы біз сөйлесеміз және музыка тыңдаймыз. Дыбыс әртүрлі ортада таралады. Дыбыстың таралуын білу қызықты әрі пайдалы. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпа.